Биылғы 2022 жылдың маусым айында WorldSkills халықаралық чемпионаттарының WorldSkills Ақтау 2022 өңірлік кезеңі өткен болатын. Және өнеркәсіптік автоматика құзыреттілігі бойынша Жаңаөзен қаласында орналасқан Маңғыстау индустриалды-техникалық колледжіндегі автоматтандыру мамандығының шеберханасында өткізілді. Бұл құзыреттіліктер бойынша Ақтау қаласындағы Маңғыстау политехникалық колледжі, Маңғыстау энергетикалық колледжі және Жаңаөзен қаласындағы Маңғыстау индустриалды-техникалық колледжінің автоматтандыру мамандығы бойынша білім алушы студенттер қатысты. Бұл құзыреттіліктер бойынша өздеріңіз көріп отырғандай автоматтандыру қалқанын және автоматтандыру құрылғыларын өлшеу, кесу, орналастыру және автоматтандыру қалқанының ішкі сымдарын жинау және сыртқы сымдарды жалғау, сонымен қатар шектің ішінде орналасқан біздің контроллерімізді жалғау, орналастыру және оның программасын жазу, ең аяғында оның барлығын тоқ көзіне қосып іске қосу модульдерін орындаған болатын. Жарысты бастар алдында студенттер техникалық қауіпсіздік бойынша инструктаждан өтті. Одан кейін студенттер деңгейлі өлшеу сызғышымен шеттер мен құрылғылардың орналасу орнын өлшеп, белгілеп, кейін онда құрылғыларды орналастырды. Одан кейін студенттер алдарына берілген монтаждық схема бойынша сыртқы жалғану кабельдерін жалғап шықты. Келесі этапта студенттер шеттердің ішінде орналасқан құрылғылардың сымдарын жалғап шықты. Соңғы этапта студенттер еуропалық стандарттағы германиялық Siemens контроллерінің бағдарламасын жазып, оны іске қосты. Жарыс соңында студенттердің жұмыстарын сарапшылар халықаралық WorldSkills стандарттарының критерийлері бойынша бағалап, республикалық чемпионатқа жолдама алатын студентті анықтады. Колледжімізде өткен чемпионат республикалық жоғары деңгейде өткізілді. Себебі біздің базамыз халықаралық дәрежедегі чемпионаттардың деңгейіндегі озық технологиялармен жабдықталған.